тасол тракторымызды қысқыға дайындап отырмыз. Тасол құйдық жаңа, оның алдында қозғалтқышта қыста оңай оталдыру үшін тасолды қыздыратын Қытайдың обогревателін неттік, жылытқышын қосып қойдық. Ана жағын көрсет сол. Қандай екен. Мына нәрсе Лунфей деген 3 киловаттық Қытайдың тасолды жылытатын қондырғысы. Біз жаңа Беларусь тракторымызға, МТЗ тракторымызға осыны орнаттық. Мінекей бұның вход дейді ғой. Мұнда кіруі ар жақтан двигательдің блогынан басталады. Қазір оны түсіреміз, иншалла. Мына жақтан выход қыздырылып шыққан тасол. Мына жерге пештің шлангысына кетеді. Бұл пешке барады былай қарай, тройник арқылы. Бастапқыда бұл екі шланг бір-бірімен жалғанған еді, мына пештікі. Тройник қойып, мұнан осында жалғадық. Сонда ол пеш арқылы ар жақтан қайтадан неге барады? Помпаға барады. Енді алдағы уақытта көре жатармыз, видеолар болады. Иншалла қанша уақытта қалай қыздыратын 220 тоққа тығып, қалай қыздырамыз қыста, иншалла. Мінекей оның коробкасы. Предпусковой подогреватель мощность 3000 Вт дейді. Автоматическое регулирование температуры 85 градус дейді. 90 сантиметр дейді, артық напор насос. 85 градусқа келген кезде өзі тоқтайды, бұл жылытуды тоқтатады. Бұл қондырғыны жаңа ғана орнаттық, тасолды құйдық. Енді бұны трактормен біраз от алдырып, трактормен біраз жүру керек. Ана ішіндегі воздухты шығару керек. Бірден мынаны тоққа тығып, іске қосуға болмайды. Себебі ішінде воздух болса, ішіндегі крыльчатка бар насостың. Сол несі күйіп кетеді, насосы. Ішінде тентр, насостар екеуі бір неге жалғанған. Бір нең ішінде. Сондықтан қазір жүреміз, көмір артамыз, жұмыстар істейміз, иншалла. Сосын ішінде воздух бар ма, жоқ па, ананы ашып тексереміз. Сосын ары қарай іске қосатын боламыз.